Assalamu alaikum, Машина Кейж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Ош шаарында Жапалагуноо базарынан алгачкы видеолорубузду сиздерге тартуулоодобуз. Бүгүн 11 июнь 2023 жыл, апта күнгө жекшемби. Жол четиндеги унааларды сиздерге ушул видеодон көрсөтөбүз. Бул жакта көбүнчөсү баасы такталган унааларды көрсөтүп кетебиз. Opel Vectra 1993 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 болот. Буларды коробка механика 90 000 сом. Люк бар. Ушундай көрүнүштө, дөңгөлөктөрү ушундай жайкы. Так, ушунун жанында Matiz 2 Өзбекстан 2007 жылы чыгарылган, 250 000 сом деп жазылып турат мына маалымат кагазында. Комплектация жөнөкөй. Так, анан бул жерде Starex. Мындай Starex жүргүнчү ташуучу 2000 жылы чыгарылган. Алмашуу жолдору бар. 300 000 сом деп жазып койгонсузбу? 300 000 сом. Жакшы. Дагы да кемби дагы бар дейт. Жакшы. Байланыш номерин өзеки да айтып коеюн. 999 83 09 08 номериндейиз. Көрүп коюңуздар. Дөңгөлөктөрү жайкы, мындай. Протекторлары бар, бир 40-50% бар. Так, уланта берели, күн аябай ысык, өзүңүздөргө деле көпчүлүгүңүзгө маалым болгондой 40 градустан түшпөй атат. Аптаптуу болуп. Ошого азыр айтмакчы саат 10дон өтүп калды, таң эрте мененки. Ушундай убактарда эле тартып үлгүрүп калбасак, түштөн кийин өтө ысык болуп кетип атат. ВАЗ 2115 2006 жылы чыгарылган, 110 000 сом. Тез арада сатылат экен. Мен баларын жазышпайт да. Баасы жазылбаса эми кызыгы жок деп эле ойлоймун. Kia Bongon канча деп атасыздар? Айта бериңиз, так сурашат. 850 000, муздаткыч иштейби? Иштейт экен. Моундай. Будка капталынан да эшиктери ачылат. 850 000 сом. 2007 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.9, дизель. Россия темир номеринде экен. Жана дагы будка Porter 1. Бул дагы Россиядан алып келинген, 2007, 550 000 сом. 775 27 27 58. Бул бирок Кыргызстандын номеринде. Кош дөңгөлөктө эмес. Ушундай көрүнүштө экен. Билесиздер, Porter'лерди дагы өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз. Матистерди дегендей. Кудай бурса эми чыгарабыз, колубуздан келишинче эми сиздер баягы көрүп калган видеолорду. Машина Кейж. Мол жерде кодаш болсок, бул порт болуш керек эле. 1996 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, алмашуу жолу жок, тез арада сатылат. 230 000 сом. 706 76 01 82. Жо бул Subaru логотипи турат. Отуруштардын жылуутуусу бар, эки позицияда. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. 4 айнектен эле электро көтөргүчтө, кондиционер, эми Subaru билесиздер, комплектация жакшы эле болот. Subaru. Subaru Legacy болуп калабы. Комментарий жазып коюңуздарбы? Кимдер билгендер болсо. Matiz 2 Өзбекстан 2005 жылы чыгарылган, 137 000 сом. Россия темир номеринде. Дөл жети канча деп атасың?
Kaça? 80 ming so'm. Vaz 2107. Bu da Rusya temir nomerinde. 80 ming so'm almashu yo'llari bor. 2004-yılı chiqarilgan 1.6. Arzon bermiyor. Ашылыш түрді ақша зарыл екен деп отырса? Анда қолға терін айтып ол біз. Қолға тер ака 60-қа бүтеді. 60-қа бүтеді. Мотор коробка барды жақсы, нақаду да машина. Карбюратор регулировкасы керек. Карбюраторын регулировка жасап қойыш керек дейді. Жақсы. Бірақ қазір оталып жүргізіп тұрады мында қарағанда, в принципе. Карбюратор деле жүріп атады. Nexia 2 2011 1.6 150 ming so'm. Bu da Rusya ekan. Kırgızistan nomerinde ekan. 150 ming so'm deb turadi. Так, комплектация кондиционер бар, электрокөтөргүчтөр жөнөкөй айланмада. Шундай Nexia. Көріңіздер. Сілерде мында Nexia? 150 ming so'm деп тұрады. Басы жақшылық гидравлика бар ма, жоқ? Гидравлика бар екен. Басын қолға терін қанша бере бересіңдер? Мен машина кейс каналынан бізден көріп алып кетішім мүмкін. 140-қа. Қырғызстан номері, а? Туралы? Жақсы. Мына қараңыздар, 140 мingге Nexia 2. 2011 болғанда да. Дағы Nexia 2 широкий туманниктерде. Бұл да 2011 1.5 250 мingде. Бұл 250 мing. Бұл жөнөкөй екен, а? Беркин неге арзанырақ қойып отырсыңдар? Ақша керек. Ақша керек? Краска іштері орамын. Бірақ сөгі бүтінлі? Сөгі бүтін. Сөгі бүтін болса болды. Лаки 140 мingге беріп өрем деді, көріңіздер, Nexia екені. Үстіртен себебінделі сұрақ қойдық мұнда, нем олып атқан. Краска ішілі бар ұшы үшін де қойып атады. Ақша керек. Шындай деп жетады. Ұшы, емне үшін мен көбінчөсі алғашқы видеоны ұшыл жол четінде деп тартам ұшындай. Дыйқандар өздерілі келіп, мұнан несі алып сатарлар емес көбінчөсі. Жолдың четінделі тұрып, шында баларын салшырмалу, арзанлы қылып айтышат ошоға. Сіздерді ошынты арзан біздің канал арқылы мұналарды алып малышынары күмалда. Сіздерге біріншілердің болып көрсеткен әрекет жасайым. ВАЗ 21 07 110 мing so'm кеми жоқ деп жазып қойып тұр. Бола тұрған басын 110 ming so'm 07 2010. Қараңыздар, салыштырыңыздар. Шынын айтқанда, мен деле базар дайыма тартып жүріп, мынандай бола тұрған жақшы моменттерін үшінтөлі тасықты айтып кете берем да. 558 01 0298 бе, мына көріңіздер. Шындай екен. Иштері бар шындығында. Чиріктерлер болып, да, бір майда-шүйді жақтарда болып қалады. Азы жолдың арқы өтөйлі, шол жақтан дағы малымат бере кетейін ұналар жолы. Так, өттік бұл жақта Deu Nubira жоқ, Lanos екен. Lanos 1998 жылы шығарылған, Корея 1.5 120 ming so'm. Көріңіздер. Lanos 1. Matiz 1 екен, а? Шында көрсетіп қойын. 1998 125 ming so'm. Корея же Европа? Корея екен. Жақшы анда Корея болса, комплектация жақшы болады, гидравлика, электрокөтөргүчтөр, кондиционер болады. Жигули да сизде екен. ВАЗ 2106 1993 жылы шығарылған 1.5 70 ming so'm. Қолға терін айтып қойыңыз шушыны. 60 ming so'mға беріп береді екен. Көрдіңіздер.
Так. Buna da sizden be. Bolların toğatar yerini ayta veriniz ha. 60 ming so'mga berib beradi. Naqadu bardı gile? Balondor jelder chiqib ketdi ha. 1989. 60 ming so'm qo'lga ter bahası. Так, Opel Vectra 1994 1.8 120 ming so'm. Esim байланыс номерін айтып қойын 776 84 84 85. Қолға 100 мing so'mға беріп берем дейді. Мына люгі бүтін, көбінчесі люктары сынып қалчылы. Бұнықы бүтін болып тұрады. Мына қауіпсіздік жазығы бар, айдаушыда гидравликада бар бұларда. Так, анан ол жерде Toyota'ны сұрақ қалды. Toyota қандай болып қалады? Corolla о? Карина. 1990 жылы шығарылған. Объемы қанша? 1.6. Люк. Бірақ жөнөкөй екен. Жөнөкөй. Арқа жағынан көрініші Toyota Карина. 2 деп қойып тұр, екінші мұндағы оқшайды ұшында. Басын қанша дейсіз? Тоғы тәр жерін айты? 100 бі? Көрдіңіздер, бүгін сатушылар өзі бола тұра тоғы тәр жерін айтып атады. Үшінсеңіздер, просто жақсы сатылып кетеді. Біз уже мұнанда көріп қалаттағы телефон чалып тұр өлі алып кете өрестер. Көрдіңіздер, балашып қойдық. Бол тұр. Рахмат. Көріп тұрыңыздар, лайк басып тұрыңыздар. Бұлар да айтып отсат, сіздердің каналың ардан да келіп шындай жақшы ол отады, көріп тілі алып сатып кеткендер ол отады. Жақшы пайда істейсін, ең негізгісі 50-ге пайда тейсін деп мәтшебес. Дағы бір Opel Vectra 1990 жылы шығарылған, коробка механика 75 мing so'm. Бұл жақта жаш бала екен, ең болу тұрған сұройлы қолы, еңбе керек болып қалса, телефон чалы өрестерді ойлай. Мына көрдіңіздер, ески, авалын нашарырақ дейсіңер. Бірақ ошо жараса мына көріп отасыздар балалардың деле. Арзанырақ қойып отшат. Так, ол жерде Toyota Vitz болуш керек. 2000 жылы шығарылған оң руль. Расходы 4-5. Қимылдатқыш көлемі 1 куб 300 мing so'm. Россия темір номерінде. Vitz. Так, biraz басалыч. Шығып қалау екен. Шынымен алғашқы видеосы бүгінгі алғашқы видеосы жиынтықтайбыз. Лайк басылектер басып қойыңыздар, каналымызды қолдап қуаттап тұрыңыздар. Жазылылектер сөз түрді подписаться басқычын басып жазылыңыздар. Ушундай керектүү пайдалуу маалыматтардан биринчилерден болып сіздер хабардар болып турасыздар.